Баршаңызға сәлем, сіздермен Үрбіш Әмірқызы. Бүгін каналымызда қысқа арналған өте тойымды салат жасайтын боламыз. Бұл әсіресе үйіңізде ас бітіп қалғанда, сол кезде нан батырып жегенге өте тойымды. Ал сіздер видеоның соңына дейін көрмей жатып, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сонымен бізге керегі 2 дана қалампыр, пияз, кинза және укроп, ашылған сарымсақ, қызыл бұрыш, балғын сәбіз және қызанақ. Кинза мен укропты осылай суға салып қоямыз, ал қалған көкөністердің барлығын біз алдын ала тазалап жуып алдық. Енді тек тураймыз. Пиязды осылай ұсақтап майдалап турап алыңыздар, видеодағыдай. Келесі сарымсақ, оны да ұсақтап турап алдым. Менде балаларым жемейтіндіктен жаңағыдай нандың арасында білінбей кетпеу үшін осылай ұсақтаймын. Тіпті болмаса осы бір данасының өзін 2-3 бөлікке бөліп салсаңыздар да болады. Банканың ішінде өте әдемі көрінеді. Қалампырды тураған кезде қолдарыңызға міндетті түрде резиналы қолғап киіп алыңыздар, әйтпесе өте қатты ашиды. Мен әдетте қолғап киіп алатын едім. Бірақ осы жол болмай қалғандықтан амал жоқ, осылай турадым. Қолым қатты ашыды, сондықтан мен қателігімді қайталамаңыздар. Ал болгар бұрышын осы соломка тәріздес ұзынша етіп, видеодағыдай турап алыңыздар. Бұл жерге көк болгар бұрышын араластырып қоссаңыз да болады. Ал сәбізді үккіштің көмегінен өткізіп алыңыз, әрі жұмысыңыз тез болады. Немесе ұсақтап осылай ұзынша етіп турап алсаңыз да болады. Бізде ең соңында қызанақты жуып тазалап, міндетті түрде түп жағынан және шіріген жерлерінен жақсылап тазалап алыңыздар. Себебі ондай жерлер банканың ішіне түсетін болса, ол тіпті ыстыққа күйетін болса да, пісетін болса да, ол банканың атылуына әкелуі мүмкін. Сондықтан мұқият шіріген жерлерін барлығын алып тастаңыздар. Міне барлығы дайын болды. Енді қызанақтың барлығын ет тартқыштың көмегімен өткізіп аламыз. Енді салаттарды қуыру процесіне келді. Қазанға немесе осындай үлкен кастрюльге бірінші сұйық май құйып алыңыздар. Мен керек заттың барлығын, өлшемін барлығын осы видеоның астында описаниясына жазып қалдырдым. Әуелі майдың қызығанын күтеміз, одан кейін бірінші пиязды қуырып бастаймыз. Осы кезде оттың асты жоғары тұрады. Пиязды тым қатты қызартып жібермей, жұмсарғанша қуырамыз. Шамамен 2 минут арасында. Одан кейін үстіне сәбізді қосамыз. Сәбізді де жақсылап араластырып, ол кезде кішкене орташа отқа қойыңыздар, әйтпесе күйіп кетуі мүмкін. Бұл менде кастрюльдің асты жұқа болғандықтан мен орташа отта пісірдім. Сәбіз бізде осы жұмсарып, кішкене түсі өзгере бастайды. Мен бұны шамамен 5 минуттай қуырдым. Міне байқасаңыздар, сәбіздің көлемі әлде қайда кішірейіп, жұмсарып қалды. Осы кезде болгар бұрышын қосамыз. Жақсылап араластырып, бір шамамен 2-3 минуттай қуырамыз. Міне мына жерде қазір қызанақты қазанға құямыз. Сол үшін дайындап қойдым. Енді жаңа 2-3 минут тұрған болгар бұрышының үстіне қызанағымыздың барлығын құямыз. Біркелкі болғанша жақсылап араластырып алыңыз. Енді үстіне қалампыр, яғни ащы бұрыш қосамыз және тұз. Осы кезде лавр жапырағын қоссаңыз да болады, бірақ мен қосқан жоқпын. Одан кейін қара бұрыш, қызыл бұрыштан аздап қоссаңыз да болады. Жалпы өздеріңізге қандай дәмдеуіш ұнайды, соны қоса бересіздер. Енді жақсылап араластырамыз. Мен оттың астын қатты қойғанмын, енді қайнап шығуына аз қалды. Кинза мен укропты ұсақтап турап алыңыздар. Егер кинзаның дәмі ұнамалса, петрушканың жартысын қоссаңыздар болады. Бізге бұл салатпен негізі кинзаның дәмі өте әдемі үйлеседі. Сондықтан жаңағыдай бір пучок деп айтамыз, сол кинзаның барлығын қосып жібердім.
Міне салатымыз бұрқылдап қайнап шықты. Осы кезде оттың астын бәсеңдетіңіз және жақсылап араластырып дәмін көріңіз. Жаңа ыстыққа тұздың барлығы еріп, дәмі салатқа шығып қалады. Және жаңағы көктің барлығын қосыңыз. Петрушка, кинза деген сияқтыларды қосып, сарымсақты да дәл осы кезде қосыңыз. Өйткені жаңа сарымсақты ерте қосып қойсаңыздар, ішінде пісіп, езіліп, көрінбей кетуі мүмкін. Жақсылап араластырып, қақпағын жауып, жартылай бір 15 минутқа қалдырыңыз. Арасында ашып, араластырып тұруды ұмытпаңыз. Мен әрбір 5 минут сайын ашып, түп жақтарын араластырып тұрдым, жабысып қалмасын деп. Қайнауына мән беріңіздер. Қараңыздар, осылай ақырын, қатты тарсылдамай қайнауы қажет. Менде 15 минут уақыт өтті, салатымыз дайын болды. Аса қатты ұзақ тұрудың да қажет жоқ. Енді соңғы кезде 70% уксус, яғни сірке суынан 2 ас қасық қосып жібереміз де, жақсылап араластырып жібереміз. Уксусты қосқаннан кейін ары қарай қайнатуды тоқтатыңыздар. Оттың астын өшіріп, жаңағыдай банкілеріңізді дайындай беріңіздер. Бұл кезде негізінде банкілердің барлығы стерилденіп, жаңағыдай ыстық буға буланып қойған болу қажет. Яғни ыстық банкіге ыстық салат құясыздар. Негізі дәл осы видеоның астына қысқа дайындық деген папка бар. Соның ішінде өздеріңізге керекті банкі жабудың түрлерін көре аласыздар. Әлі де қазір жемістер біткен жоқ. Компот жабудың түр-түрін көріп, жауып үлгеріп алыңыздар. Дәл осы видеоға алып қосар ақыл кеңестеріңіз болса, төменде пікірде күтемін. Тез құйып болғаннан кейін банкілерді суытып алмай, қақпағын жабыңыздар. Одан кейін міндетті түрде осылай төңкеріп қойыңыздар. Төңкеріп қойғаннан кейін жаңағыда бетін қалыңдау нәрсемен жапқан дұрыс. Әдетте көрпе, одеяло, сондай нәрселерді пайдаланам. Бір 2-3 күндей тұрсын. 2-3 күннен кейінгі осылай банкілерді қайта оң қаратып, қараңғы жерге бөлмеге қойып қойыңыздар, сонда атылмай қысқа дейін жақсы сақталады. Міне біздің жалпы салатымыз дайын. Жалпы алғанда 10 литр шықты. 1 литрін өзіміз қазіргі сәтте жеуге алып қалдық. Сіздерден 1 секундтық өтініш, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Мен үшін бұл өте үлкен қолдау. Сіздермен бірге болған Үрбіш Әмірқызы. Келесі видеода жүздескенше.